Құрметті Кентау қаласындағы нөмірі 10 жалпы орта мектебінің оқушылары, ұстаздары, ата-аналар және Кентау қаласына қарасты мектептерде оқитын барлық оқушыларға біз сәлем жолдаймыз. Және барлықтарыңызды келе жатқан барлық қазақ үшін киелі мереке тәуелсіздік мейрамымен құттықтаймыз. Және де өздеріңіз білесіздер, 1986 жылы 16-17 желтоқсан күндері Алматы қаласында желтоқсан оқиғасы болған. Біздің Кентау қаласында осы желтоқсан оқиғасына байланысты осы қаламыздағы мына жастар саябағында ескерткіш бар, және Хантақ ауылында Қайрат Рысқұлбековке арналған бюст орнатылған. Және біз сіздермен бүгін осы желтоқсан оқиғасының куәгері Бекжігитова Фарида апаймен кездесу өткізейін деп жатырмыз. Фарида апайымыз қалалық әжелер алқасының мүшесі ұйымының, сондай-ақ Хантақ ауылының белсенді тұрғыны және көшелердің төрайымы. Фарида апай, саламатсыз ба? Біздің қашықтықтан оқу сабағымызға қош келдіңіз. Және осы желтоқсан оқиғасына қатысты сол кездегі сіз жас студентсіз, жалындаған, сол туралы айтып өтсеңіз. Сол кезде мен Қазақ политехникалық институтының Ленин атындағы 1-ші курс студенті едім. 86 жылы сол 16 желтоқсан күні 10-15 минуттың ішінде Қонаев көкемізді алып тастағаннан кейін студенттердің арасында наразылық болып, барлығы жаңағы алаңға шықтық сол кезде. Сол кезде бізде сағат 10:30-да центральный стадионда физкультура сабағы болайын деп жатыр еді. 4-ші курстың студенттері жүгіріп келіп, осындай наразылық білдіріп, жастар шығып жатыр, алаңға шығыңдар деді. Сонымен өз еркімізбен жаңағы осы Кентаудың қызы болатын Бірлібаева Забира, менің құрбым, курстасым, сол және алматылық Жанар Өсербаева үшеуміз алаңға шықтық. Алаңға шыққан кезде жаңағы біздің Сатпаев көшесінен театральный институтының азаматтары келе жатты, студенттері. Каждому народу свой вожак, Владимир Ильич Ленин деген лозунг ұстап, солармен біз алдында бір 10-15 адам болдық. Кейін адамдар жинала бастады, солменен сол топпен қосылып бәріміз алаңға бардық. Жаңағы осы қазіргі гимн ол кезде сол басқаша еді, соны айтып, әндетіп, жаңағы менің Қазақстанымды айтып алаңға жиналдық. Сізге сұрақ қойғым келеді. Осы біздің Кентау қаласында осы шағын ескерткіш бар. Осы ескерткіштің кішігірім тарихын айтып өтсеңіз. Бұл ескерткіш Жарылқасын Тұрабаев ақын болып тұрған кезде сол кісінің әуелім құдай, сол кісінің арқасында осы ескерткіш осы жерге қойылды. Оның алдында ешқандай ескерткіш болмаған. Ал Қантағыдағы ескерткіш ол осы Қазақстан бойынша бірінші мысалы Семейде неде болса, екінші біздің жаңағы Қазақстанда Қайрат Рысқұлбековке арналған ескерткіш болды. Сіз өздеріңіз осы Кентау қаласының желтоқсаншы апай ағайлар ұйым құрғансыздар? Қазақтық қоғамның жанынан Бауыржан Ақылбек бастаған төрағаның жанынан құралған желтоқсан 86 ұйымымыз уже бірнеше жыл болды біздің жұмыс істеп, жаңағы жастарға тәлім-тәрбие беріп, патриоттық не беріп жүргенімізге осы уже 10 жылдан асты. Осы ескерткіштің алдында сіздер жыл сайын осы ескерткішке келіп тағзым етіп, гүл шоқтарын қойып, 17 желтоқсан күні осы жерде кішігірім митинг болады. Бүкіл қаланың әкімі бар, жаңағы ішкі саясат бар, бәрі келіп, желтоқсаншылар бәріміз келіп, әуелі құран бағыштап, одан кейін осы жерде кішігірім митинг өткіземіз. Биыл да келіңіздер, Құдай қаласа. Сізден сұрайын дегенім, сол кезде сіздер алаңға шықтыңыздар ғой, 86 жыл, 16 желтоқсан, 17 желтоқсан. Бойларыңызда қандай рух болды? Сіздер мысалы қандай күш, мысалы суық, аяз ол күндері? Ол күні енді бір сұмдық аяз болды, сол 3 күн, как раз сол 16, 17, 18 енді бір сұмдық қатты бір аяз болып тұрды. Ол кезде біз өзі кішкентайымыздан жаңағы патриотический сезімде болғаннан кейін біз жаңағы ұлт жанды болдық, жүгіріп жаңағы өзі намыстанып, не деген сұмдық, даже Қазақстанға аяғы баспаған вообще, бірде-бір келмеген жаңағы айдаладағы бір Колбин дегенді қойғанға наразы болып, жаңағы әрине өзіміздің күш-жігеріміз, намысымыз оянып бардық алаңға өзіміз. Сол алаңға барғандағы мақсатымыз жаңағы білдіру наразылығымызды. Бізге жаңағы өзі хотя бы Қазақстанда туып өскен жан болса екен, ол айдаладағы бір жаңағы Қазақстанның тарихын білмейтін, қазақ еліне аяғын баспаған жан келгенге наразы болдық. Сіздер сол кезде студент кезде бізді оқудан шығарып жібереді-ау, ертең қудалайды-ау деген ой болған жоқ қой? Ондай вообще ой болған жоқ жаңағы. Мен сол 17-сіне шықтым, 18-ден шыққанымда енді сұмдық бойлары 2 метр жаңағы специально өзі спецназ сондай бір жетімдер дайындаған екен, жаңағы бойлары сорайған
жаңағы үлкен шиттары бар, сондай нелерді көрдім, аланды қоршап тұрған. Алан енді қызыл қанға боялған, енді сұмдық, енді іртік қан, енді жүре алмайсың. Үлкен жаңағы военный машинаның аударылып жатқанын көрдім. Енді соларды көріп өзім шошып кеттім. Бейбіт түрде өтті, сіздердің? Біз ешқандай қолымызға қару жарақ алған жоқпыз, ештеңкеміз болмады. Біз ондай бір жаман арам пиғылда болған жоқпыз. Біз енді өзіміздің немізді білдіреміз деп бейбітшілік шеруге шыққанбыз. Менің ойымша, осы сіздер бірінші Кеңес одағында осы билікке қарсы, сол кездегі тоталитарлық билікке қарсы бірінші осы Қазақстан жастары Қазақстан бастады. Сол 15 республиканың ішінде біздің Қазақстан бастады. Кейін ары қарай Балтық елдері, басқа да жерлерде. Одан кейін басталды ғой жаңағы. Атак бірінші біздің қазақтың жастары бастады. Сіздер осы біздің тәуелсіздік алуымыздың себепшісі деп мен өзім бағалаймын, және ойлаймын, басқалар да осы біздің эфирді көріп отқан адамдарды келісетін шығар деп. Сіздерге біз негізі көп рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге. Жалпы қазіргі жастардың бойында сіздер қандай қасиетті көргіңіз келеді? Қандай ой айтар едіңіз? Мен қазіргі жастардың бойында отанын сүйгіш қасиетті көргім келеді. Жаңағы патриоттық сезім болса деймін. Жаңағыдай ақылды болса, білімді болса, сондай нелерді көргім келеді жастардан. Сіз сол кезде алаңда болдыңыз. Қаншадай адам шықты деп ойлайсыз алаңға? Енді мен өзім ойлаймын, бір 10 мыңнан аса адам болды ау деймін. 10-15 мың болды. Негізі тарих кітаптарында 8,5 мың адам болды деп көрсетіледі. Одан да көп болды ау деп ойлаймын, өйткені енді сұмдық еді. Жер бүйтіп тіресіп тұрдық қой жаңағы. Тұратын жер болмады. Мен осы мынау қаһарман өзіміздің Қайрат Рысқұлбекпен дастархандас дәмдес болдым. Оның інісі Талғат деген бізбен жасты болатын. Бізде сол ауылдың балдары бізбен бірге бір курста оқыдық. 7 ноябрь деген мереке болатын еді ғой бұрын, октябрь күні. Сол күнде бәріміз кездесіп, осы Қайрат Рысқұлбек бәріміз бір дастарханда отырып, ән айтып, сол мерекені қарсы алғанбыз. Ол кезде енді ол Қайратты өйтіп ойлаған жоқпыз ғой. Кейін оған дейін кездескенсіздер? Оған дейін сол бір ай бұрын кездестік, бірақ жаңағы отырып. Оның ауылдастары менің группаластарым болды жаңағы. Тұрсынхан деген бала, Абай деген солардың. Біздің Кентау қаласында Желтоқсан 86 деген ұйым бар. Сол туралы айтып өтсеңіз. Қанша адам мүшесіздер ол ұйымға? Біз енді әжептәуір мүшеміз жаңағы. Бірақ енді жылда осы желтоқсан айынан бұрын жүретінбіз, қарашада уже бастап. Биыл енді мына карантин болғаннан кейін тоқтап қалдық. Әйтпесе үзбей жаңағы интернат бар ма, мынау мүгедектер балалардың, жаңағы колледждер, мектептер бәріне барып жаңағы көрген білгенімізді айтып, тәлім тәрбиемізді айтып жүретінбіз. Ол ұйым енді үлкен ұйым ғой. Сосын осындай жаңағы осы күні біз Құран оқытып жіберетінбіз. 17-ші күні жаңағы құрбандарға арнап. Желтоқсан күні. Жылда. Биылда Құдай қаласа өткізетін шығармыз. Сізге айтайын деген, осы қазір балдардың бәрі, оқушыларымыздың бәрі қашықтықтан оқып жатыр. Білесіз, індет елімізде. Осыған байланысты оқушыларға осы тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, соларға деген мынау ізгі тілегіңізді жеткізеңіз. Сол құрметті оқушылар, жаңағы мұғалімдер, 10-ші мектептің және басқа да мектептің оқушы мұғалімдер, ұстаздары, сіздердің келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құдай қаласа еліміз, Қазақстанымыз көркейе берсін, өсе берсін, жастарымыз аман болсын, жастарымыз білімді, білікті азамат-азаматшалар бола берсін, Құдай қаласа. Сізге көп рахмет. Сізге де деніңіз сау болып, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет сізге. Келе жатқан мейрамыңыз құтты болсын. Рахмет.